Сәлеметсіздер ме? Мен Қазақстан азаматы Бақыт Дөнер боламын. Мен сіздерге арыз беру себебім менің Қытайдағы бөлем Қасиет Болатұлы 2000 жылы туылған. Тарбағатай аймағы Шағантоғай ауданы Қарасай қыстағында тұратын. Бұл бөлемді 2019 жылы 7 айдың 7 күні үйінен ұстап алып кеткен. Бұның бар жазығы Қазақстанның белді ақыны Дидар Камиловтың бір өлеңін тыңдап әлеуметтік желіде таратқаны үшін. Таратқаны үшін 15 жылға соттап отыр. Бұны 2019 жыл 7 айдың 7 күні үйінен ұстап алып кеткен. 2019 жыл 8 айдың 6 күні сот ашылып 15 жылға соттап отыр. Содан кейін мен сотталғаннан кейін 8 айдың 6 сот ашылды. Мен 8 айдың 15-нен бастап арыздана бастадым. Арызданып Атажұртқа барып арыздана бастадым. Әлеуметтік желіде тарата бастадық. Соны көрген қытайлар біздің Қытай Халық Республикасындағы туыстарыма барып 10 жылын кешірдік, енді 5 жыл отырсын депті. Не үшін отырады ол? Адам өлтірген жоқ, ешкімге тиіскен жоқ. Өзі бір жуас бала, өзі бір үйдің жалғызуы. Қазір таңда әке шешесі бірдей кезектесіп ауруханада жатыр. Мен сіздерден өтінемін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы сізден Нұр Отаннан, Сыртқы істер министрлігінен, Ішкі істер министрлігінен бауырыма, ініме араша түсулеріңізді сұраймын.